Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Расыл. Бүгін біздер ұрлықшының өмірін жалғастыратын боламыз. Мен соңына жеткізіп қойған болатынмын, әйтпесем видео ұзақ болып кетеді. Бұда тонаймыз. Біз ана досымыздың үйін тонап жүрік қой. Білесіздер ма, бізге тона деп үйлерді көрсеткен. Соның үйін тонап жүр екенбіз ғой. Қайқа кетті. Осындай заттардың бүкілін алу керек. Талқыламыз. Өйке отыр. Я. Айба анонсы болды. Мен қайқа шығам. Полициялар қаптап жүр. Достар, қазір қайта ойнайтын секілдіміз. Полициялар өткен қаптап жүр мына жерде. Түсіндім не істейтінімді. Ар жаққа кетті ол. Ар жақпен кетті ол. Я. Жүгір тез. Қаштым. Ананы ұстап бердік полицияларға. Ал өзіміз қашып кеттік. Мынаны көрейік. Содан қайтып келе жатады да, біреу жігіт келеді да, мынау ақшама деп қалады да, жерде жатқан қағаз. Сосын барып анаған соғылып мороженыйын төгеді да, кейін барып оған айқайлайды да, сен тонаушы екенсің ғой дейді. Ойлаңыздар, достар, бір мороженый үшін 40 үй тонап береді. Ана әйнектен көреді ғана. Кет қалды. Көрмеді.
мына бар жаққа қарап тұр. Ой, не істедік? Ал не болды алла? Қазір мына жаққа адам келді. Және де өлтірсін. Мықтамыз, я. Жанасын ойнаймыз. Мыналарды тез өткізіп тастау керек. Мына жерде жүгіруге болмайды екен ғой. Мыналар жаман естиді екен. Бұл бар. О, қаштық. Келесіне кетеміз. О, лифті. Алып алайық мыналарды. Көріп қалмасын. Көрді мені. Мынау косой ғой. Тез бол. Жап есікті. Опа. Қашып кеттік. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздермен болған мен Расыл.
Бүгін біздер часты 2-ні, глава 2-ні ойнап жатырық. Сіздермен болған мен Расул, сау болыңыздар.